Арман, бұл не болады, Бұл желдермені өскенде дәл осындай саламын. Арман, сен сондай ақылдысың. Арман, сен сондай ақылдасың. Әлия, оған мән бермей-ақ қой. Мен әйгілі өнер тапқашпын. Мен адамдарды құтқарам. Ал сен мұны қалай істедің? Мұна желдеткіштің көмегімен әрине. Арман, маған үйленші. Қане, өшір деймін. Жомарт, ағайдың көзілдірігін орнына қой. Әлия, қой, орныңа отыр. Болды, қой дедім ғой саған. Біздің Әлия жат, өте дұрыс айтады. Қане, қошемет көрсетіп қояйық. Доғар деймін, Жомарт. Не істеп жатсың, Әлия? Мен сенің тәртібіңе 2 қойып жатырмын. Сен өз орныңда қаласың. Жарайды, Әлия, көзілдірікті ал. Әлия, не болды? Көзілдірікті алмайсың, Секір енді. Сен ғой күнәлі. Енді оны қалай аламыз? Біз емес, сен. Оған тиіскен сен, сондықтан сен аласың. Сынып басшысы сен, ендеше сен ал. Дауласпаңдар, Әлия, оны мен аламын. Қане білгіш, бізді 2-ден құтқа. Арман, тезде, қазір Ғалымжан Көкенұлы келеді. Арманжан, не істейсің? Бойың мынау, тіпті орындыққа шықсаң да қолың жетпейді. Мұнда не боп жатыр өзі? Көзілдірік бүтін сияқты. Бұл менің көзілдірігім ба? Ғалымжан Көкенұлы, бұл... Қане, орындарыңа отырыңдар. Ағай. Арман, ал сен мына жерді жинайсың. Ағай. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Экспо 2017. Экспо ма? Бұл көрме кезінде Франция, Америка, Бельгия, Қытай елдерінде өткен. Енді мұндай мәртебе Қазақстанға бұйырып отыр. Мектебіміздің 3 оқушысы Экспоны бірінші боп көру мүмкіндігіне ие болмақшы. Алақай! Ол үшін біз байқау өткіземіз. Озып шыққан 3 бала Экспоға аттанады. Ал сен, Арман, тек мына жерді жинап болған соң ғана тест жазуға кірісе аласың. Жақсы, онда тапсырманы бастасаң болады.
Көрейік, біздің жеңімпаздар белгілі. Ол Жомарт, Алия мен Арман. Ой, болмаған ба? Рахмет. Арман, сен болдың ба? Иә, болып қалдым. Ағай, мені кешіріңізші. Жарайсың, Арман. Өз қателігін мойындай білу үлкен ерлік. Адалдық ардың ісі деген халқымыз. Арман, осылай болған үшін кешірші. Уайымдама, Алия, бұл түк те емес. Қара. Арман, маған олай қарамашы.